Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында дайындалатын торт жасаймыз. Бізге керегі 150 мг сүт, 200 грамм құмшекер, 15 грамм какао, 1 чайный ложка сода, 1 чайный ложка ванилин, 5 жұмыртқа, 190 грамм ұн, 100 грамм сармай қажет. Жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп аламыз. Жұмыртқамыздың сарысына құмшекеріміздің жартысын салып араластырамыз. Какаомызды салып араластырамыз. Сары майымызды саламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Ванилинімізді салып араластырамыз. Sütімізге тұзымызды салып құйып араластырамыз. Содамызды саламыз, араластырамыз. Ұнымызды 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Бізде осындай масса болады. Пергамент қағазымызға салып, менде диаметрі 230 сантиметр. Пергамент қағазын өз формасын ұстау үшін суға жуып алсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минут пісіріп аласыздар. Енді жұмыртқамыздың ағына құмшекерімізді салып, әппақ көбік болғанша араластырамыз. Осындай болады бізде. Пешімізден шығарып суытып аламыз. Үстінен жұмыртқамыздың ағын құямыз. Қайтадан пешке жібереміз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Беті қызарып, сарғайып, осындай болып піседі. Үстінен шоколадымызды құямыз. 100 грамм шоколадты водяной ваняда ерітіп алып, үстіне құйдым. Бізде осындай өте дәмді торт болады. Барлықтарыңызға ас болсын.